Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі өте оңай жасалатын котлеттер жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды ұсақ кубиктерге тураймыз. Ол біздің етімізді құрғақ қылмайды. Тартылған етке пияз, тұз, жұмыртқа, бұрыш және кептірілген нанымызды қосамыз. Бәрін қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей шығуы керек. Егерде қою болып кетсе, бір жұмыртқа қосқан жөн. Ал егерде сұйық болып кетсе, кептірілген нан қосқан жөн. Таза қолымызбен керекті пішінін келтіріп алып, кептірілген нанда аунатамыз. Ал одан кейін қуыруға дайындап қоямыз. Котлеттеріміз қуырылуға дайын болған кезде орташа отта әр жағын 7-8 минуттан пісіреміз. Котлеттеріміздің сырты қытырлақ шығуы үшін біз оларды қағаз майлықта майын сорғытып қоюымыз керек. Өте шырынды, дәмді котлетіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.